Болды, абай, енді саған бір сұрақ қой, маған қарашы, бәрі нормально ма? Иә. Көзіме жөндеп қара, бәрі нормально ма? Иә, жақсы бәрі. Бір сұрақ қойғым келіп тұр, абай, көзіме қара. Анаяқта кім тұр, үш әріп? Кім? Үш әріп кім тұр ана жақта? Ана, сосын? Әке. Күліп айтып атсың ғой, тағы да бір кісі тұр, кім тұр? Жаңадан сен өміріңе пайда болған үш әріп кім тұр? Ата, ене. Соның соңғысы кім, үш әріп? Ене. Ой, жаным, абайшик. Енені күліп айтып тұр, ене деп қояды. Ол пока ене. 3 жылдан кейін ене. Абай, түсіңе де кіреді. Ене. Абай. Ене. Ойнайдым. Абай, сенің ойыңша кім жеңді? Ене. Кім жеңді? Ене. Кім жеңді? Ене. Кім жеңді? Ене. Шабалақ ене дейді, прикинь. Жаным, кішкене іштен кетпейді. Нормально. Енді жаңадан үйленіп жатыр, кішкене қобалжып тұр, қолың берші. Қол дірілдеп тұр, ене деп еді, уже көрдіңіздер ма? Іштен кетпейді. Сенің ойыңша, абай, қорқытпай-ақ қояйын, бәрі нормально. Кім жеңді? Айдана. Жоқ. Кім жеңді? Мен. Шабалақ ұрайықшы, мен дейді, қошеметтеріңіз. Нормально.